Қайырлы күн достар. Бүгін біз тағы бір арнайы салық режиміне тоқталамыз. Сіз Мұратты білесіз. Оның базарда 4 бутигі және 4 жұмысшысы болды. Мұрат кәсібін ұлғайтты. Енді оның шағын маркеті бар. Онда 35 адам жұмыс істейді. Ал айналымы айтарлықтай өсті. Тұрақты шегерімге негізделген арнайы салық режимі оңайлатылған декларация негізіндегі режимді еске салады. Бірақ бұл режим жылына 144.184 айлық есептік көрсеткішке дейін табыс табатын және қызметкерлер саны 50-ден аспайтын кәсіпкерлер үшін қолайлы. Бұл режимді агенттік шартпен жұмыс істейтін ұйымдар қолдана алады. Мұнда бірінші тарап агент басқа тараптың принципалдың мүдделерін танытады және оның атынан мәмілелер жасайды. Мысалы, риэлторлық компаниялар. Тұрақты шегерім режимін қолданатын кәсіп орындардың бөлімшелері мен филиалдары болмайды және олардың қызмет саласы шектелген. Тұрақты шегерім дегеніміз не? Мұрат 500 миллион тапты делік. Осы соманың 30% бұл тұрақты шегерім. Оған салық салынбайды. Кәсіпкер пайданың 40%-ын айналымға салып, оны құжат жүзінде растаса, осы бөлікке салық төлемеуге болады. Қалған 30%-ын міндетті түрде салық төленеді. Мұрат жылына бірнеше рет салық төлеушінің кабинетінің сайтында немесе қағаз жүзінде мына нысандарды толтырып есеп береді. 200-ші нысан 90-на бір рет, есепті 90-нан кейінгі айдың 15-не кешіктірілмей өткізіледі. 912-ші нысан жылына бір рет есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31-ші наурызынан кешіктірілмей өткізіледі. Егер жеке кәсіпкерде жер салығы немесе мүлік салығы бойынша салық салынатын объектілер болса, ол осы объектілердің орналасқан жері бойынша салық орнына есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31-ші наурызынан кешіктірмей 700-ші нысан бойынша декларация өткізеді. Егер кәсіпорын қоршаған ортаға ықпалын тигізсе және қоршаған ортаға эмиссия үшін салық төлеуі қажет болса, ол 870-ші нысандағы декларацияны өткізуі қажет. Егер жеке кәсіпкер қосымша құн салығын төлеуші болса, онда ол 90 сайын 300-ші нысанға сәйкес қосымша құн салығы бойынша салық декларациясын өткізеді. Кәсіпкер жеке табыс салығын 912-ші нысанды өткізгеннен кейін 10 күннен кешіктірмей төлейді. Кәсіпкер ай сайын өзі үшін мына салықтар мен аударымдарды төлейді. Жеке табыс салығы жалақының 10%, зейнетақы жарналары жалақының 10%, әлеуметтік аударымдар 5%. Әлеуметтік салық 2 айлық есептік көрсеткіштен әлеуметтік аударымдар шегеріледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерінің 5%. Егер айналым 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асса, қосымша құн салығы 12% мөлшермен төленеді. Жұмыскерлер үшін әлеуметтік салық 1 айлық есептік көрсеткіштен әлеуметтік аударымдар сомасы шегеріледі. Кәсіпкер жұмыскерлер жалақысының сомасынан қосымша мыналарды төлейді. Жеке табыс салығы 25 айлық есептік көрсеткіштен жоғары жалақыдан 10%, міндетті зейнетақы жарналары 10%, әлеуметтік аударымдар 5%, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 3% және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары 2%. Сонымен қатар кәсіпкер өз қаражаты есебінен жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасын төлейді. Ол жұмыскер жалақысының 2,5%-ын құрайды. Келесі видеоларда біз басқа салық режимдеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз.